Ұлттық музыка, ұлттың алдаспаны. Дәл осы тақырып аясында Жамал Омарова атындағы саз мектебінің ұстаздары мен өнерпаз шәкірттері аймақтық әлеуметтік инновациялық университетінде дәріс концерт өткізді. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында өткізілген шара шеңберінде қазақтың дәстүрлі әндері шырқалып, аспаптары сөйледі. Құлақтан кіріп бойдалар әсемән мен тәттігі деп, Ұлабай айтқандай, ұлттық музыка халқымыздың баға жетпес байлығы, ежелден бері атадан балаға мирас болып, сан ғасырлық тарих қойнауына өтіп, бүгінде жоғалмай, өлмей, өшпей жеткен асыл қазынамызды біз де ары қарай өсіп келе жатқан ұрпаққа мұра ғып жеткізуіміз қажет. Бүгінгі шара ұлттық музыканы рухтың алдаспанына балап, ұрпақ бойына сіңіруді міндет тұтқан. Аймақтық әлеуметтік инновациялық университетінің музыкалық білім кафедрасы менен осында бірінші Жамал Омаров атындағы балалар саз мектебінің ұстаздары мен шәкірттері менен біздің арамызда 23 жылға дейін, 2023 жылға дейін келісім шарттарымыз бар. Ол тек қана осы бір мектеппен емес, бүкіл қаладағы саз мектептері, саз колледжі, жоғарғы оқу орындары, осылардың бәрімен біздің байланысымыз бар. Біздің мысалға мұғалімдеріміз оларға көмек береді. Олар мынау шәкіртті тәрбиелеу, мысалға біздің ұстаздарымыз, олардың шәкірттері, мұғалімдері бізбенен байланысып, арақатынасымыз осы 20 жылдан бері қарап, осыларменен қарым-қатынасымыз бар. Негізі бұл арада ұйымдастырып атқан бірінші балалар саз мектебі Жамал Омаров атындағы, сол кісінің анау Темірғали деген директоры бар, Қалмақан Омар деген сол негізі мынау журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, сол азамат осы екі жақ келісіп, бүгін осы іс-шараны өткізсек деген. Бұл негізгі мына музыкалық өнердің біз мынау жаңғыру бар ғой енді, жаңғыруға байланысты мынау кейінгі ұрпақтарды осындай бір іс-шараларға, мына қазақтың ұлттық өнерімізді дәріптеуде, бұлардың ұлттық өнеріміздің әр қарап дамуына осыған біз негізгі бағытталып атқан іс-шарамыз осы. Бұл енді тек қана осы шарамен бүгінгіменен тоғарып қалмаймыз. Біз әрбір жыл сайын әрбір оқу орындары менен осындай іс-шараларды жиі-жиі өткізіп тұрамыз. Ұлттық музыка біздің жер бетінде қазақтай елдің өмір сүретінін дәлелдейтіндей, біз өзіміздің ұлттық мәдениетімізбен, дәстүрлерімізді осы әр алуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз қажет. Мәдени игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек. Бұл елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауында айтқан сөздері. Астарына үңілсек, мағынасы да терең. Ал ұлы өнердің өміршең болуы жас буынның еншісіне қалған аманат. Бүгінде біздің университетімізде номері 1 Жамал Омаров атындағы саз мектебінің балалары үлкен концерт қойып жатыр. Бұл рухани дәстүрлі концерт. Қазақ жастарын дәстүрлі әнге, дәстүрлі өнерге баулуымыз керек. Қазіргі заманда хип-хоп, рэп сияқты, рок сияқты әуендер, сол жанрда әуендер көп. Жастардың көпшілігі соған еліктейді. Соған біз сол жанрлардың астында біздің дәстүрлі өнеріміз жатыр. Сол дәстүрлі қазақтың дәстүрлі өнерін көтеру, қазақ жастарын дәстүрлі өнерге баулу, домбыра өнері, дәстүрлі әндер айтқызып, соған баулуымыз керек. Бұл шарада жас бүлдіршіндердің өнері тамсандырып, таңдай қақтырмай қоймады. Мәдени ошақта білім алып жатқан осындай ұл-қыздар үрдістің үзілмейтініне үміт беретіндей көрінеді. Ғарифолла Құрманғалиевтің әнші дауысы шығармасын орындаған Батырхан Байданов саз мектебінің 2 сынып оқушысы, көрерменнің көңілінен шығып, делебесін қоздырған өнерлі бала дәстүрлі әнші болуды армандайды. Осы саз мектебінде оқып жүргеніме мен 2 жыл болды, және де мен осы мектепте 2 сынып оқушысымын. Мен бүгін осы дәріс концертте әнші дауысы деген әнді айтамын. Бұл әнші дауысы Ғарифолла Құрманғалиев деген ақынның әні болып табылады.
сол әнді мен жақсы айтып шықсам, өзімнің апайыма дәріс концертте жақсы атып шықтым деп айтамын. Сол апайым менің Майра Сайлауқызы болып табылады. Майра Сайлауқызы өте өзінің ісіне жауапты мұғалім болып табылады. Әнші даусынан басқа мен 2 жылда Ағайша және де Бұлқынды жүрек, жаңаға Жазушы Мұхтар Әуезов қалың қазақ елі тартқан сыбызғыдағы салқын саз, қобыздағы қоңыр күй, домбыраның да 2 шекті ғана емес, әдейі күйге арналған 3 шекті тіліне оралған көп күйлердің ескі жаңасы тегіс тарих үшін елеулі бұйым деген қанатты сөзін қазақ халқының ұлттық музыкасына арнап айтқан болатын. Олай болса, ұлттық өнерімізді әрқашан ұлықтайық, ұмытпайық. Айғаным Шаймерден қызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.